Үкімет басшысы Әлихан Смайылов кәсіпкерлермен кездесті. Бүгін бас қалада Қазақстандық қамту 2 бірінші халықаралық форум өтті. Жиын барысында бизнес иелері премьерге өтініштерін жеткізіп, құны 60 миллиард теңгеге жуық маңызды құжаттарға қол қойылды. Нұрай Құрақбай тарқатсын. Бүгінгі жиынның жөні бөлек. Тау-кен металлургия саласында импорт азайту керек. Ол үшін үкімет отандық кәсіпкерлерді қолдауға барынша атсалысып жатыр. Бизнес қолда бар барлық мүмкіндіктерді пайдалануы тиіс. Үкімет өз тарапынан сіздердің барлық ұсыныстарыңыз бен ой пікірлеріңізді жұмысында ескеруге дайын. Қазақстандық қамту 2 бірінші халықаралық форумының маңызы зор. Шара еліміздің жер қойнауын тиімді пайдаланып қана қоймай, елішілік құндылықтарды дамыту бойынша жаңа тәсілдерді ұсынып, шетелдік инвесторлармен тәжірибе алмастыру мақсатында ұйымдастырылған. Бүгінгі форум сындарлы диалог құру үшін өте қажет. Оған қоса жауапты мемлекеттік органдар да қатысып отыр. Негізінде осындай шараларды жыл сайын дәстүрлі түрде өткізу керек. Форумға қатысқан 2000-ға жуық делегат тау-кен металлургия ғана емес, көлік энергетика саласы бойынша да ой қозғап, пікірлерін ортаға салды. Тау-кен металлургия кешені еліміз үшін аса маңызды. Президентіміздің жүргізіп жатқан саясатының арқасында осы салада үлкен жетістікке жететінімізге сенімдімін. Бұл форумда осы бағытта жүйелі жұмыстарды қолға алуға мүмкіндік береді. Жиын соңында жалпы құны 58 миллиард теңгені құрайтын келісімдерге қол қойылды. Ең маңызды серіктестердің бірі Қазақмыс компаниялар тобы. Бұл келісімшарт екі тарап үшін де тиімді. Мәселен, біз үшін жаңа жұмыс орындары ашылып, қызметкерлеріміз тәжірибе жинақтай алады. Мемлекет басшысы алдағы 3 жылда қазақстандық қамтуды 60%-ға дейін жеткізуді тапсырған еді. Осы келіссөздер аясында үкімет бұл межеге жақын арада қол жеткізуі әбден мүмкін. Премьер-министрдің сөзінше, бұл құжаттар ел экономикасына үлкен пайда әкелуі тиіс. Нұрай Құрақбай, Ерлік Нұрахмет, Даяна Болат, Еуразия, бірінші арнасы.